Ассаламу алейкум баршаңызға, құрметті біздің көрермен. Біздің арнаға қош келдіңіздер. Сіздермен мен Абзал Дәулетов. Бүгін біздің кезекті шоуға да кезек келді. Бізде шоуда Geely Tugela автокөлігі 2023 жылғы. Бұл автокөлік бойынша толықтай сіздерге шоу жасап беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз бастаймыз. Достар, ең бірінші шоуымызды біз автокөліктің техникалық агрегаттарынан бастайық. Бұл жерде қандай қозғалтқыш орнатылғанын бірге анықтайтын боламыз. Автокөліктің капотын ашу керек үшін 2 рет тарту керек болады. Бұл BMW-дегі сияқты. Қазіргі таңда қытайлықтар өте қарқынды дамып жатыр. Қытайлық автокөлік жасау индустриясы алдағы 5 жыл уақытында әлемді жаулап алатын сияқты. Бұл жерде бізде 2 литрлік турбо қозғалтқыш орнатылған, 0-ден 100-ге дейінгі жету уақыты 6,9 секунд және де 238 аттың күші бар. Жалпы алдыңғы кездегі Geely Tugela автокөліктерінде осындай крышкасы еріп кететін болған. Өйткені Geely автокөліктері 2020 жылдан бастап Ресей нарығында қазіргі таңда сатылып жатыр. Қазір басқалай материалмен жасап шығарылған. Бұл жерде бізде 2 литрлік қозғалтқыш орнатылған. 2 литрлік қозғалтқыш бұл шведтік және де қытайлық инженерлермен бірге жасалған. 4 цилиндр бұл жерде және де турбо үдеткіші бар. Әр 5000 сайын майын ауыстырып отыру керексіз. Өйткені және де тағы да бұл жерге 95-тен жоғары май тұтынын құю керек боласыз. Өйткені 92 құйсаңыз, сіздің қозғалтқыш істен шығып қалуы мүмкін. Былай айтқанда, Volvoның қозғалтқышы, бірақ Қытай мен шведтік инженерлермен бірге жасап отырған, және де 238 аттың күшін береді, және де 0-ден 100-ге дейін 6,9 секундта жетеді. Тағы да не көріп тұрмыз? Басқа ешқандай ашатын жоқ. Мына жерде су құятын бар, арнайы терезеге арналған. Мына жерге келсек, достар, бұл жерде аккумуляторын көрсеңіз болады. Аккумулятор өзінің Geely фирмасының аккумуляторы салынған екен. Әр 5000 сайын майын ауыстырып, тех обслуживание өтіп жүрсеңіз, бұл қозғалтқыш сізге толықтай жүріп беретін болады. Келесі кезекте тағы да айта кетсек, бұл қозғалтқыш 8 сатылы автоматты қорапшамен бірге жұмыс жасайды. Ол Aisin фирмасының автомат қорапшасы, яғни бұл жапондық фирманың автомат қорапшасымен бірге жұмыс жасайды. Алдыңғы силуетіне келетін болсақ, дизайны өте керемет. Былай айтқанда белгілі бір BMW X6-ке ұқсайды. Бірақ өзіңіз байқап тұрғандай, жаңа логотип Geely'дің, Tugela автокөлігінің жарық шамдары Geely Full LED, яғни бұл жерде линза емес, бірақ LED-тік жарық шамдар. Тұманға қарсы жарық шамы жоқ, оның орнына мына жарық шамның өзінің толық күші жетеді десек те болады. Сұлбасы өте керемет. Алдыңғы жағынан қарағанда бұл спорт купе автокөлігі. Қазіргі таңда Қазақстандағы ең тез жүретін қытайлық деп айтсақ та болады. Өйткені бұған дейін Chery Tiggo Pro 8 Pro Max болса, қазіргі кезекте бізде Geely Tugela автокөлігі. Естеріңізде болса, Geely концерні біздің Қазақстан нарығына бұрында кірген еді. 2010 жылы біздің нарықтан толықтай шығып кетті. Өйткені ол кездегі автокөліктері, М-гранттары біздің нарықта қатты өткен жоқ, және де қатты спроста болған жоқ. Қазіргі таңда Geely автокөлігі жаңа логотиппен біздің нарыққа осындай кроссоверлармен кіріп жатыр. Tugela автокөлігінің дизайнына келетін болсақ, сұлбасы бір Volvo концернінің автокөлігіне ұқсайды. Неліктен екендегі сұрақ туындаса, өйткені 2010 жылы Geely концерні қытайлықтар толықтай Volvoның бүкіл акциясын сатып алды. Содан бастап соның технологияларымен қазіргі таңда автокөліктер жасап шығарып жатыр. Заводтан бұл жерде 20-шы доңғалақтары орнатылған. 20-шы доңғалақтары Good Air резинасымен қапталған. Бұл жерде 245-те 45-те R20 болып бөлінеді. Мынау жаздық дөңгелектері. Артқа қарнау айнасына келетін болса, қара түске боялған, Black пакет болғандықтан, және де крышасы да қара түсте, және де рейлингтері да қара түске боялғанын байқап тұрмыз. Орын өте аз автокөлікте, өйткені спорт купе болғандықтан, артыңғы жарық шамдары диодты болып келеді. Қараңғыда өте әдемі көрінеді. Мынандай спойлер қара түске боялған, хромдалған, және де мына жердегі Geely деген жазуды мынанта хромированный ставкамен қара түске бояса өте әдемі көрінетін еді. Tugela жазуы және де толық жетекті. Тағы бір ерекшелігі, достар, өздеріңіз білетіндей, неміс автокөліктерінде және басқа автокөліктерде мынандай мұржалары өтірік болып жасалады. Ал бұл жерде
төрт мұржасы да толықтай жұмыс жасап тұр. Қытайлықтар қазіргі таңда қатты дамып жатыр, автокөліктерді өте мықты жасап жатыр. Артыңғы жүк салғыш аймағына келетін болсақ, 326 литр сыйымдылығымен көрсетілген. Бұл жерде біз не байқап тұрмыз? Дөңгелек, мына бір саймандарды байқап тұрмыз, домкрат, және де өзінің арнайы саймандарын көріп тұрмыз. Мына жерде бір заттар салатын арнайы бір отсек бар, және де бұл жерде мына жерге затыңызды іліп қойсаңыз болады, және де 12 ваттқа разъем байқап тұрмыз. Және де мына бір батырмамен бас жабылады, толықтай электрондық ретінде жасалған, өте мықты қылып жасап қойыпты. Жалпы осы сіздерге қалай комментарий жазып отырыңыздар. Артқы дизайны Тугеланы ұнап жатыр ма? Және де шолу ұнап жатса, лүпіл басып отырыңыздар. Біз ары қарай жалғастырамыз. Достар, біз қазір Geely Алматы дилерлік орталығына келіп, Geely Tugela автокөлігін тест-драйв қалдық. Автокөліктің жүрісін бақылайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп отырыңыздар. Қазір толықтай автокөліктің динамикасын сіздерге айтып беретін боламыз. Бір ерекшелігі тағы да айта кетейін, автокөлік 0-ден 100-ге дейінгі 6-9 секундта жетеді. Ал бірге тамашалайық. Достар, қазір Geely Tugela'ның тізгініндеміз. Автокөліктің 5 жүру режимі бар. Ол бірінші спорттық режим, екінші режимға келетін болсақ, таулы тасты жермен жүруге арналған, және де қалың қармен жүруге арналған, және де комфорт и экономдық режим болып бөлінеді. Қазір біз спортивный режимға қойдық. Спорттық режимға қойған кезде бүкіл оптитрон қызыл түске боялады, және де автокөліктің настройкасы толықтай өзгереді. То есть толық жетектердің барлығы жұмысқа қосылады, автокөлік толық жетекті болып саналады. Автокөлікте проекцияны байқап тұрмыз. Проекция өте көзге әдемі көрінеді, және де проекцияда удержание полосы бар. Сіздің келе жатқан полосаңызды көрсетіп отырады. Қазір біз жолға шығатын боламыз, сол кезде автокөліктің жүрісін байқайтын боламыз. Бірақ 2 литрлік турбо қозғалтқыш 238 аттың күшін береді, және де 8 сатылы айсындық жапондық қорапшамен бірге жұмыс жасайды. Настройкасын байқайтын боламыз, қалай настройка жасалған екен. Бұл қазіргі таңдағы Қазақстандағы қытайлық автокөліктердің ішіндегі ең тез жүретін кросс-купе кроссовер деп айтсақ та болады. Эргономикалық жағынан барлығы ыңғайлы. Автокөліктің жылытқыштары бар, орындықтарды. Алдыңғы орындықтар жылытқышы артқы спинамен отыратын орындығына да жұмыс жасайды. Салонына келетін болсақ, обделкасы өте жақсы жасалған. Мына жерде бізде толық жиынтық Tugela Black деген пакетімен қызыл строчкаларды байқап тұрмыз. Қазір Сүйінбай көшесінен шығатын боламыз. Спорттық режимға қойдық. Автокөліктің жүрісін байқайтын боламыз. Автокөліктің коробкасы таза жұмыс жасайды. 8 сатылы айсиндік коробка, 2 литрлік турбо қозғалтқышпен настройкасы өте жақсы жасалған. Жапырақшалары бар, егерде механикалық қоятын болсаңыз парақшаға, жапырақшалармен скорості ауыстырып отыруға болады. Мына жерде кішкене бізде камера бар, камерадан кішкене өтіп кетейік. Тағы да бір ерекшелік, слепой зонаны көрсетеді. Проекцияда, мысалы, оң жағыңызда автокөлік келе жатса, сізге қызыл жанады, то есть орында ауыстыруға әлі болмайды деп көрсетіп тұр. Ал кішкене қаттырақ жылдамдық алып көрейік. Тартысы өте жақсы. Жүрісі де өте жақсы. Тормозына келетін болсақ, тежеуші тез ұстайды. Байқалып тұр. Бұл автокөлік таза жастарға арналған автокөлік деп айтсақ та болады. Өйткені сіз бұл автокөлікпен 3-5-пен жүрген кез келген батырханшықтың артта қалдырып кететін боласыз. Ал былай ең тез жүретін Қытай болғандықтан барлығы жақсы жасалған. Бір ерекшелігі бұл, достар, қараңыз, удержание полосы қосылды. Мен полосаны ауыстырдым. Автокөлік өзі белгі берді. Тағы да бір ерекшелігі, достар, автокөлік өте мықты жасалған. Салонына келетін болса, качествосын байқап тұрмыз, материалдарын. Мынандай ұстағыш Elantra автокөліктерінде бар, кореялік. Енді оны салыстыруға келмейді, бірақ ол жерде кәдімгідей қозғалып тұрады, мына жерде күшпен болса да қозғалта алмайсыз. Тағы не айтамыз, механикалық қорапшаны қосып көрейік, жапырақшамен жұмыс жасап көрейік. Қазір М4-те тұр. 3-ші скоросқа түсірдік, 4-ге көтердік, оборотты байқап отыруға болады. Яғни, егерде жарысқа келсеңіз М-ға қоясыз, және де 4-ші скоросты келатсыз, 3-ке түсіресіз, оборот көтеріледі, және де тез озып кетуге болады.
кішкене басып көрейік. Беске ауыстырдым. Осылай механикалық қорапшамен қосып отыруға болады. Бір ыңғайсыздығы ол мультимедиа системаның дауысын шығару. Мына жақта сенсор ретінде орнатылған, оған қол жетпей қалуы мүмкін водительдің, бірақ рульде батырмалары бар, сонымен ауыстырып отырсаңыз болады. Тағы да өзімнің бірінші рет мен Geely Tugelaның тізгініне отырмын, бірінші рет қазір сіздерге осындай обзор жасап жатырық. Bose Audio системасы 12 динамик орнатылған, посадкасы өте жоғары, және де бүкіл обзор жақсы көрініп тұр. Автокөлік массивті, үлкен, ірі болып көрінеді, және де Ascara бренд моделінен қарағанда кішкене жалпақтау. Жалпы осы, енді тағы не айтамыз, режимдарды ауыстырған кезде жүрісі өзгереді. Глубокий снег, комфорт, бездорожье ауыстыруға болады. Мультимедиалық системасы бір жаманы Android Auto, Apple CarPlay әлі поддерживать етпейді. Яғни қытайлықтар әлі ол пакетті сатып алған жоқ. Бұл жерде Carbit Link деген система бар. Ол системаны қосу үшін сіздер достар өздеріңіздің телефондарыңызға егер iPhone болса, App Store'дан программаны жазып алу керексіз. Программаны жазғаннан кейін сол программаны телефоныңызға орнатып, осы мультимедиа системамен қоссаңыз, телефондағы бүкіл изображениені осы системаға беретін болады. Яғни YouTube-та да қосуға болады, ол да бір ерекшелігі десек те болады. Бірақ енді жақын арада Android Auto, Apple CarPlay-ді қосады деген ойдамыз. Жапырақшалары өте ыңғайлы орналасқан, качествосы өте жақсы. Бір ерекшелігі көрініп тұр. Қытайлықтар бұл автокөлікті жасауға 4 жылдай уақыт кетірді. Жаңағы шведтік компаниямен бірге жасады, шведтік инженерлермен бірге жасады. Бұл айтқанда Volvoның таза қозғалтқышын алып, соны қолжетімді баға ретінде жасап, қазіргі таңда қытайлықтар сатып жатыр. Жақын арада біз Manjaro автокөлігін күтетін боламыз. Manjaro ол бестселлер деп айтсақ та болады, өйткені ол жерде тура Audi Q8 ұқсайды, оған да сіздерге шолу түсіретін боламыз. Manjaro мысалы бағасы әлі белгісіз, бірақ былай санап көрсек, болжасақ 25 миллион төңірегінде болады. 25 миллионға сіз екі таза қытайлық автокөлік аласыз, және де 2 литрлік ол жерде турбо қозғалтқыш орнатылған, және де 8 сатылы айсиндік қорапша орнатылған. Айсиндік қорапша дегенге көп айтып жатырық. Бұл бірінші қытайлық автокөлік десек те болады айсин қорапшасымен. Айсин қорапшасы дегеніміз 8 сатылы таза жапондық қорапша. Ол Toyota автокөліктеріне көптеген жапондық көліктерге қойылатын қорапша болып саналады. Және де ол жерде гидротрансформатордық ешқандай робот емес. Сол себепті осындай турбо қозғалтқышпен бірге жұмыс жасайтын қылып жасағаны қытайлықтардың бір жаңа бір шагы деп айтсақ та болады. Көрініп тұр, шведтік компаниямен бірге жасалғаны. Алдымыздағы автокөлік кішкене баяу жүріп келе жатыр. Сол себепті біз оза алмай жатырмыз. Қазір төмен қарай түсетін боламыз. Сол кезде де осының динамикасын көрсететін боламыз. Динамикасы жақсы. Прям отырған кезде автокөліктің жүрісі өте керемет деп айтсақ та болады. Қорапша өте жақсы жұмыс жасайды. Спорттық белгіде спорт режимі қосылғанын көріп тұрмыз. Өйткені S деп тұр, және де флажоктың суреті тұр, және де бүкіл Aptitron қызыл түске боялып тұр. Полосадан ауысқан кезде сигнал береді. Бірақ басқа автокөліктерде сияқты полосадан шығарып тастамайды, бірақ просто сигналын беріп отырады. Бәрі өз қолымызда, мультимедиа системасы да ыңғайлы. Телефоныңызды Bluetooth-пен қосып адамдарыңызға хабарласа берсеңіз болады. Енді жақын арада Android Auto, Apple CarPlay-ді күтетін боламыз рестайлингі моделінде. Панорамалық шатырына келетін болсақ, артқы орындықтарға дейін толықтай көрсетілген. Мына жерде люк мына батырмамен ашылады. Люк ашылғаннан кейін алдында шторкасы пайда болады. Бұл шторка енді салонға әр нәрсе кіріп кетпеу үшін жасалып қойылған. Осылай осы батырмамен жауып қоюға болады. Жалпы қытайлық автокөліктердің ішіндегі ең тез жүретін және де басқа қытайлардан қарағанда качественно жасалған автокөлік деп айтсақ та болады. Бүкіл жасалған каждый деталі кез келген басқа автокөліктердің минусынан алынып жасалған сияқты. Өйткені мына шынтақ қойғыштың басқа производителер көбісі кожа қылып қояды. Ол кожа мына шынтақ қойғаннан бері жасып қоя бергеннен кожа жарылып кетеді. Ал бұл жерде алькантарамен жасалғанын байқап тұрмыз. Жүрісі өте қызық. Автокөлікпен
коробкасы жақсы жасалған, өйткені коробканың ауысқаны тез білінеді. Орнынан басқан кезде коробка тез жұмыс жасалады, және де оборотты сразу ауыстырып жүрмейді. Бұл дегеніміз осыны байқауға болады. Аспасына келсек, бұл жерде 20-шы размерлі дөңгелектер тұрғанымен, аспасы кез келген жерді, жаңағы яманы айтсақ, жақсы поглощать етеді, ол қатты сезілмейді. Соны байқауға болады аспасынан. Бұл жерде аспасын Lotus аспасына қарай жасалған. Өйткені Geely брендіне қазіргі таңда көптеген басқа брендтерді сатып алған акцияларын. Volvo'ның 2010-да толық акциясын сатып алады. Volvo'ның бүкіл технологиясын осы автокөліктерге салып шығарып жатыр. Екінші Lotus'ты сатып алады. Lotus'та қазір Lotus дегеніміз ол спорттық автокөлік жасайтын бренд болып саналады. Сол бренд сатып алады. Үшінші Geely'дің құрамына Zeekr кіреді, Lynk & Co деген фирмалар кіреді, және де Zeekr дегеніміз ол өздеріңіз білетіндей қазіргі таңда хит болып жатқан электромобиль. Сол электромобиль осы Geely концерніне кіретін бір брендтер болып саналады. Қытайлықтар өте қарқынды дамып жатыр. Мысалы, Geely автоконцерні Қытайдың өзінің нарығында авто өндіруші бойынша 3-ші орында. Яғни бұл дегеніміз бұл автоконцерннің уровенін көрсетіп тұр. Ал жаңағы Chery, Haval автокөліктеріне келгенде олар 9-ші, 10-ші орында деп айтсақ та болады. Жүрісі ерекше, орындар ауыстырған кезде жалпы система удержания полосы жұмыс жасап тұр. Орнан жұлқып тұр автокөлік. Былай айтқанда, егер сізге отбасылы кеңірек автокөлік керек болса, онда Манжараны қарастыру керек. Ал егер сіз жас отбасы болсаңыз, сізге ұзақ жолға, қаланың ішінде таулы тасқа шығуға арналған автокөлік керек болса, Tugella'ны қарастыруға болады. Және де бір драйвты қалап тұрсаңыз, Tugella сізге таптырмас автокөлік деп айтуға болады. Өйткені жүрісі өте ерекше. Қазір мына камераны өткеннен кейін кішкене қаттырақ басып көрейік орнынан, жүрісін сіздермен бірге байқайтын боламыз. Сол себепті 1, 2, 3. Переключение кетті, екінші переключение. Автокөлік қалай 150-ге шығарып тастаған байқаған жоқпыз. Тез уақытта көрініп тұр. Енді 0-ден 100-ге дейін санамай тексермей қояйық. Енді примерно қыстық резинада тұр қазіргі таңда. Былай болжап айтсақ, 7-4-7-5 секундта 0-ден 100-ге дейін жетеді. Ал бірақ заводтан көрсетілгені 0-ден 100-ге дейін 6-9 секунд. Жалпы осымен сіздерге қысқаша шолуымыз аяқталды Tugella бойынша. Бізбен бірге болғандарыңызға мың рахмет. Tugella'ны бізге ұсынған Geely Алматы дилер орталығына рахметіміз айтамыз. Егер де осы автокөліктің тест-драйвына жазылғыларыңыз келсе, Сүйінбай даңғылы 243 мекен-жайы бойынша келіп, тест-драйвына жазылсаңыздар болады. Бұл жерде тест-драйвқа жазылып, автокөлігіңізді айдап көрсеңіз болады. Тағы да бір айта кететін ерекшелік, бұл автокөлікті, өзіңіздің автокөлігіңізді айырбаста болсаңыз болады, 2 миллион теңгеге дейін сізге выгода берілетін болады. Сол себепті төменде көрсетілген номерге хабарлассаңыздар болады. Достар, бізде осымен Geely Tugella'ға қысқаша обзорымыз аяқталды. Толықтай сіздерге шолу түсіріп бердік, толықтай автокөлік туралы айтып бердік. Енді бұл автокөлікті әрине толық жетекті болғандықтан таулы тасты аймақта айдап көру керек. Егер сіздер сондай обзорды, шолуды қаласаңыздар, комментарийге жазып отырыңыздар, арнаға тіркеліп отырыңыздар, және де лүпіл батырмасын басып отырыңыздар. Сіздермен болған мен Абзал Дәулетов. Тағы да бір айта кететін жағдай, бұл автокөлік қазіргі таңда Қазақстан нарығында сатылымда бар. Өзіңіздің ескі автокөлігіңізді өткізіп, осы автокөлікке ауыстырып алсаңыздар болады, 2 миллион теңгеге дейін сізге жеңілдіктер беріп жатыр. Автокөліктің бағасына келетін болсақ, 2 жиынтықта көрсетілген. Қазіргі таңда бізде лакшери жиынтығы және де флэгшип жиынтығы. Флэгшип толық жиынтықты болып саналады, және де осындай түрде болады. Автокөлік өте мықты жасалған, шведтік және де қытайлық инженермен бірігіп жасалған. Былай айтқанда, Volvo автокөлігі қолжетімді бағада десектерде болады. Сіздермен болған мен Абзал Дәулетов. Біздің каналға тіркеліп отырыңыздар. Көптеген алдындағы уақытта шоулар болады. Бізді қолдап отырыңыздар. Қазақша контентті бірге дамытайық.